Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сондай әдемі, дәмді, қысқа арнап икра салатын дайындайтын боламыз. Салатымыз сондай тәбеті ашарлы, қою, керемет болып шығады. Видеода толығымен барлығын түсіндіретін боламын, сондықтан видеоны өткізіп жібермей соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен көкөністерімізді жуып, тазалап аламыз және де видеодағыдай турап дайындап қоятын боламыз. Қажет заттарды мөлшерін описанияға толығымен жазып қалдыратын боламын. Қызып тұрған майға пиязымызды салып, шамамен 20 минуттай араластырып отырып, пиязымыз осылай сарғайғанша қуыратын боламыз. Содан соң кубиктеп туралған осындай қызанағымызды жақсылап майға қуырып, араластырып, 15 минуттай қуыратын боламыз. Видеодағыдай толығымен қуырылып, қызанағымыздың суы шығу керек. Содан соң болгар бұрышын салып, 20 минут араластырып отырып, тағы да қуыратын боламыз. Банкілеріңіз ашып кетпес үшін және де атылып кетпес үшін осы видеодағы нұсқаулықтарды толығымен орындасаңыз, және де әр көкөністі жеке-жеке дара-дара барлығы толық қуырылғанын қадағалап, жақсылап араластырып отырып дайындағаныңыз дұрыс. Менде болгар бұрышы 20 минут бойы қуырылды, толығымен араластырып отырып. Енді 4 бұрышты етіп туралған баялдыларымызды салатын боламыз. Қазанның бетіне дейін толық жауып қалды. Ешқандай уайымдамаңыз, видеодағыдай ақырындап отырып араластырсаңыз, көлемі жағынан 2 есе азаятын болады. Дәміне қарай тұзын салып, мен 3 ас қасық тұз салдым және жақсылап араластырып, 50 минуттай араластырып отырып, қазанымызды қақпаған жауып бұқтыратын боламыз. Баялдыларымыз көлемі жағынан азайып жатыр жаймен, осылай суы шығып, әдемі болып бұқтырылу керек. Қазанның астын міндетті түрде қозғап тұрыңыз, асты күйіп кетуі мүмкін. Менде 50 минут уақыт өтті. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, баялдыларымыз 2 есе көлемі жағынан азайған, суы шығып, осылай әдемі болып қуырылған. Астын жақсылап араластырып, шекерімізбен сарымсағымызды қосып, және де тағы да 7 минут бұқтыратын боламыз. Қызанақтың қышқылын басу үшін міндетті түрде шекер салған дұрыс. Мен 2 ас қасық шекер және де 60 грамм сарымсақ салдым. Енді қақпағын жауып бұқтыратын боламыз, және де тұзын дәмін көреміз. Егер тұзы кем болса, тағы да үстіне салып жіберуіңізге болады. Салатымыздың қоюлығы дәл осындай болу керек. Қасық тік тұрып құламау керек, және де сіздің салатыңыздың тұзы кем болмау керек. Егер кем болған жағдайда салатыңыз ашып кетуі мүмкін. Салатымыз толығымен дайын болды. Жетпеген тұзын салып, толығымен жақсылап араластырып, және де тағы да 1-2 минут қайнатып жіберіп, банкілерімізге құятын боламыз. Мен осылай банкілерді алдын ала стерилдеп алған болатынмын. Өзіңізге ыңғайлы болу үшін банкілерге арналған воронка пайдаланғаныңыз дұрыс. Ожаумен осылай үстіне құйып отыратын боламыз. Салатымызды банкілерге лық толы етіп видеодағыдай құятын боламыз, және де салатты міндетті түрде кішкене банкілерге құйғандарыңыз дұрыс. Қақпақтарымызды қайнаған су құйып осылай стерилдеп алдық. Енді банка жапқышпен осылай банкілерімізді біртіндеп жауып шығатын боламыз. Мен осылай үй жағдайында кішкене қазанмен дайындаған болатынмын. Менде 3 литр икра салаты шықты. Егер қаласаңыз үлкен кастрюльмен немесе үлкен қазанмен 2 есе көлемін үлкейтіп, көбірек салат жасасаңыз болады. Мен бұл салатты жапқаныма 1 аптадай уақыт өтті. Банкілеріміз ешқандай атылған жоқ, ешқандай ашып кеткен жоқ. Сол себепті тексерілген, сенімді болғаннан кейін видео рецепті сіздерге салып отырмын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, маған алғыс айтатын боласыздар. Банкі жабатын кезде банкілеріңізді мұқият тексеріп, банкілеріңіздің аузы ешқандай сынық, жарық болып қалмау керек, және де
банка жапқышты үстінен осылай жақсылап басып, және де сенімді болу үшін екі қайтара бұрап жіберсеңіз болады. Банкілеріңізді толығымен барлығын жауып болғаннан кейін видеодағыдай төңкеріп, және де үстін сүлгімен немесе көрпемен жауып, бөлме температурасында суытыңыздар, және де толығымен банкаңыз суығаннан кейін қараңғы, салқын жерде сақтаған дұрыс. Салатымызды банкілерімізге жауып болдық толығымен. Бізде осындай әдемі түсте, керемет дәмде салат дайын болды. Менде осындай артығымен аз ғана қазірге өзімізге жеуге қалды. Дәмі енді керемет, сөз жоқ, тәбет ашарлық осындай салат шықты бізде. Барлықтарыңызға икра салатын дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Қыс уақытысында маған алғысыңызды білдіріп жейтін боласыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер, алғысым шексіз. Қош сау болыңыздар.